Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио. Достар, бүгін біз Майнкрафтты жалғастырамыз. Сіздер жоқта қандай өзгерістер болды? Сіздер жоқта мен көптеген нәрсе үлгердім. Қазір көрсетейін. Деревня, яғни ауылымды полностью қоршап шықтым, андай қылып. Сосын кішкене настройкаде возиться етіп мынандай қылдым, өйткені мен FPS-ім түсіп жатыр. Не екенін білмеймін. Қазір сіздерге FPS не үшін түсетінін көрсетейін, неден түсетінін. Міне көріп тұрсақ, бәрін айналдырып шықтым. Бүгінгі серияда біз дейтін пещераға барамыз. Пещерадан біз алмаз дейміз. Алмаз енді табу керек, алмаз енді керек нәрсе. Дайын тұрған пещера бар. Манаяқ емес, енді мынау дейтін, енді қазір сіздер білесіздер өздеріңіз. Міне уже қатып жатыр. Зомбилар толып тұрған сияқты мына жақта. Сол үшін қатып жатыр деймін. Ал былай кішкене настройкада қарадым, енді бәрін істедім, неге қатып тұрған білмеймін. Мүмкін запистен шығар. Қазір мына жақтан шыққаннан кейін кішкене лагтар кетеді, өйткені мына жақта зомбилар азаяды. Яғни мобтардың сандары азаяды. Сондықтан несі азаю мүмкін. Қазір көрейік. Бәрін обязательно өлтіріп жүгіру керек. Міне жайлап құлайды, өстіп. Бірақ енді мен көп мұнда афикаш етпеймін, сондықтан зомби ассым да. Так. Күйеулердің үстерінде броня бар, олар дейтін 3 удардан кетеді. Міне мыналардан бір удардан. Міне жайлап мынандай түсіп жатыр. Мында тастап кетейік тоже. Енді бізге керек емес, бізге ол дейтін. Бізде бәрі бар. Енді инвентарьда мынандайға өзгерттім, білесіздер. 3 лопата, 4 кирка, сосын басқа керек нәрселерді алып алдым. Енді қазір біз пещераға барайық. Капказда 2 зомби құлап түсті. Капказға келіп едім, Капказда уже спауниться етіп жатыр зомбилар. Енді ыңғайсыз мына жер көтерілу. Бірақ так қатып жатыр ойын. Страшно қатайды. Мүмкін келесі серияларда бәрін дұрыстаймын, достар, айып келесі серияларда бәрі нормально болады. Ал басқа не өзгерттім? Басқа мен дейтін қазір загон салдым. Мынандай малдар тұратын. Міне жақындағанда қатып жатыр ойын. Өйткені мына жақта аз болса да сонда да ойынды қатырып тұр. Ешкілер, мобтар. Он болашақта дұрыс айтым боламыз. Мына цветтерін бәрін боядым. Енді мыналар дейтін әзер алып келдім. Мен неше видеоға түсіріп қоямын деймін. Бүйтіп алып кетірем немен шөппен. Еще андай бір жерге қаталып қалады да, далаға қарап қуып кетеді. Сондай тупицалармен әзер дегенде алып келдім. Неге? Енді міне жайлап лагтар кетіп жатыр. Өйткені мына жерде мобтар олғасын лагать етіп жатыр. Ал біз қазір дайын тұрған пещераға барамыз. Міне жақта бір пещера болу керек. Обязательно түсу керек қой солай. Так, қазір. Білмедім түсіп кететін, бірақ қазір қаяқтайды. Міне мында. Нәмнен пещера өзі. Так, енді жайлап мен мында кірген жоқ. Тек осы серияға арнайы алып қойдым осы пещераны. Кішкене уақыт өткізейік деп. Так, ал келесі бөлімдерде, достар, мен дейтін өз ауылымды сықитатын болам, яғни прокачать етемін. Түсінікті ол үшін, күйеулер түсінбейтін шығар. Жалпы қазақтарда андай, мысалы Атырауда қызы басқаша сөйлейді, неде Ақтауда басқаша сөйлейді. Мысалы біз дейтін сен дейміз ғой. Анда құттай олдарға сен дейміз де, мысалы өзіміздің кішілерге сен деп. Мүмкін үлкендерге де сен дейміз, бірақ ал Ақтауда бәріне құттай болсын, үлкен болсын, бәріне сіз деп сөйлейткен. Қандай сыпайылық ол деген сыпайылық емес шығар. Мүмкін сен дейтін сөзді де білмейтін шығар олар. Құдай білсін. Так, мына жақты жайлап жинап. Мына жақта железалар бар екен, нормально. Енді мен дейтін уже немді білем, өзімнің координаттарымды, сондықтан жоғалып қалуға қорықпаймын. Алдыңғы бөлімдердегідей. Так. Мына жақта железо көрген сияқты едім мана. Міне тұрген. Уголь.
Угіл сен керек емессің, сен табыласың. Так, көп қойып қойық. Так, мына жерде неше железа бар екен? Біреу болған жақсы, осының бар ғой. Төуф, ана жерде тағы біреу тұр. Тағы. Міне біреу болған жақсы десем болды, атып шыға келеді. Бірақ бізге де жақсы ғой ол дейтін. Железа керек қой. Керек емес, керек. Керек, бәрі де керек бізге. Ал енді төменге жайлап түсейік, та қатырып түстік. Енді уже 39-шы уровенге келдік. Яғни ана ортасында көріп тұрсыздар, 33 болды, Кавказ 30. Алмаздың уровені 8. Егер білмесеңіздер. Опа, зачарованный, да? Зачарованный ублюдок. Ой, айветпеңіздер, алдымен шығып кетті. Так, жарыл. Молодец. Так, енді мына жерде мана біздің зачарованный мистер Проперіміз жүр ғой. Қолында садағы бар. Бірақ скелет. Мистер Пропер деген тоқырос қой енді. Сондықтан мистер Пропер маған. Так, құлаған жоқ, өкінішке орай несі. Так, біреу атып атқан жоқ па бізге? Что-то уроны двойной болып кеткен сияқты. Так, 29-шы уровень. Бүйтіп освещать етіп шайық бәрін. Освещение беріп шайық бәріне. Так, зомбилар, криперлер артымыздан жарып кетпесін деп. Так, ана жерде бірдеңе жоқ, ештеңе жоқ. Так, железа толып тұр, керемет, өте керемет. Ал қазір бәрін неге жинамай айтсын десеңіздер, бәрін бірінші освещать етіп шығу керек. Мұнда әйтпесе болмайды. Опа, тағы кетті. Опа, нақта не, лава тұр. Так, мынақа көтерілейік қазір. Бірінші түсіп кетпей үшін мына нені жауып тастайық. Біз өзімізде су бар. Так, былай жауып тастайық. Нормально, енді артқа барып железаны жинауайық. Қазір дейтін, біз дейтін жоғалып кетеміз ғой. Жоғалып кеткенде басқа жақтан шығамыз. Әрине үйден жоғалмаймыз, жоғалып кеткенде железаларымызды жоғалтып аламыз деп тұрғаным ғой. Сондықтан жинап алайық қазір. Мына жақта бір мистер Пропер келді тағы да. Так, интерфейсті минимумға қойып қойдым, среднияға. Лук түсіп тұру. Среднияға қойып қойдым, өйткені ойынды қатырады дей ма, сондай әңгімелер бар еді. Сондықтан мен минимумға қойып қойдым. Енді қазір қылыш ала алмайтын. Андай басқа неге басылып кетіп жатыр. Сондықтан кішкене ыңғайсыздау болады. Бірақ оны үйреніп кетемін, ештеңе етпес. Сіздер үшін бәрі де. Так, мына жақта железалар көп толып кеткен. Достар, егер де білетін болсаңыздар, FPS-ті қалай сүруге болады, егер iOS девайстың қолданушысы болсаңыздар, егер де мүмкін білет шығарсыздар, соның бәрін айтып жіберіңіздер, маған лактарды қалай алып тастау керек екенін. Мен өте не болам, қалай рад болам, қуанышты болам. Благодарный дейді ғой. Сондай болам, короче. Енді орысша оқығасын, қазақшасын енді ұмытып қалып жаттық. Мына жақта айветпеңіздер. Бірақ сіздер түсінетін шығар деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда орыстар бар ғой, әйтеуір. Орысша сөйлейді. Кейбіреулер қалада тұратындар вообще не сөйлейді ғой? Орысша сөйлейді, вообще қазақша сөйлемейді, қазақ болып. Біз кішкене орташа... Мұрынбоқ. Так, мистер Пропер. Мистер Пропер келіспейтін жақтың да. Мистер Пропер веселей. Доме чисто. Да-да-да, дейді. Так, апа. Мына жақта лезгинді толып жүр ғой, армяндар. Так. Мына жақта тағы железа тұр. Достар, ойлаймын мына серия дейтін 2-3 бөлімге нестеп кететін сияқты. Ойламағанымдай, кәдем білейін. Мына жақта не тұр ғой? Алтын. Алтынды жинап алайық, бізге керек болады алтын. Мұнда барлық ресурстар керек. Мен қателеспін, ештеңе керек емес деп. Жалпы мен дейтін алдыңғы бөлімдерде, бірінші бөлімдерде Майнкрафт ойнап жүргенде, сонда жарылып кетті. Сонда, короче, андай манаға
нелер бар ғой, зомби жителдер, сондайды ұстап алып қамап қойдым. Сол, короче, дайындап бәрін не істеп жүргенде ойын дейтін қатық қалды ғой, запись жазып отқанда. Қатық қалды, сонымен бірдеңе деп шығып кетті бетіне. Сосын интернеттен қарадым, бәрін істедім, бірақ өкінішке орай. Ё-моё, мына жақта даныш тұр ғой, тағы да даныш. Керемет. Енді қазір біз дейтін не істеуіміз керек? Біз біріншіден скрин жасауымыз керек координаттарымыздың, болашақта ұмытып қалмас үшін. Енді жайлап мына жақ дейтін енді пауктардікі сияқты, пауктардікі енді оларды қалай істеуге болады? Олар қиын сияқты ғой. Так, бит, басыл қойыл. По идее нормально болды. Так, енді мыналарды жайлап өлтіре берейік. Ненің пауктардікін қалай істейтін білмеймін, бірақ оның бәрін көре жатамыз. Удача біздің артымызда екен. Данждарды. Так, мыналар бізге атака жасамай тұр ғой. Анау неге атака жасамай тұр? Енді ояндым ба? Так, бізге енді қазір седло керек. Главное седло. Так, тағы да анандай нәрселер, второстепенный нәрселер керек. Енді мына жер жаттап аламыз біз дейтін қазір. Алтын. Алтын доспех. Мына жерде жаттап аламыз. Келесіде алып кететін боламыз. Мына жақты. Енді біз қазір біреу күліп отыр. Дейме, қалай күледі? Өте қорқынышты күледі екен. Сол айтпақшы, ведьма ғой. Қалай ойлайсыз, әйел ма или жігіт па анау? Ер адам ба? Сол вопрос менің, сол сұрақ менің басымнан кетпейді ешқашан. Басында енді несі бар ғой? Кемпір қосақ сияқты. Кемпір қосақ па екен, сол кемпір ата ма екен? Мә қайда кемпір ата қосақ па екен? Қалай болады екен ол қазақша? Ондай қазақша сөздер жоқ сияқты. Бірақ ата қосақ дейік біз. Енді өзіміз шығарайық ата қосақ деп. Ата қосақ деп айтайық. Жалпы шаш жоқ қой оның. Шашта көрінбейді, прорисовкасын жасамаған, тек житель полностью. Ал сосын нелер бар ғой, жительдер. Жительдер неге? Әйелдері қайсысы, ер адамдары қайсысы? Мейлі талғамайды сияқты да. Бәрі не істеп беретін сияқты ғой, бәрі. Еркек шатса ма, бірдеңе сияқты ғой. Шатысқанда шатса ма деп қалай айтылатын да. Оны құдай білсін. Так, что-то провисать етіп жатыр уже. Так, ат сен. Қырыл, молодец. Давай. Ей, маған атпа шеш. Маған ат. Молодец, хорош. Так, кім ұтады деп ойлайсыздар? Мен әрине мынау ұтады қазір. Бетемізде. Бом. Сен саған көмектесіп жатсам, мен ұратын еш. Так, мына жақта не бар екен? Мына жақтарды қарап шайық. Қазір уақытқа қарап қойын, достар. Серияны аяқтайтын мүмкін уақыт келіп болған шығар. Мына жақта уже лава тұр екен. Андай генерация жасаған екен. Енді біз дейтін айтқанда жоғалуға қорықпаймын. Смело жүре беремін мен. Достар, қазір уақытта аяғына жеткен сияқты, мүмкін солай ойлаймын. Бірақ қазір данжды ұмытпау керек. Мана скрин жасап алдым данжге. Сосын мүмкін келесі бөлімдерде мен осыған нелер жасайтын шығармын. Бірақ былай қарасаң, енді нелер қиынырақ кішкене пауктарға жасау. Өйткені олар дейтін өрмелек бітеді. Өрмелек біткенде сумен де анамен де істей алмайсың. Мына жақта достар, енді арғарай не болатын келесі бөлімнен көретін боласыздар. Достар, егерде видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Сосын әрине каналға жазылып достарыңыз шақыруға ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Марио. Достар, келесі бөлімдерде кездескенше қош сау болыңыздар.